Dostlar. Assalamualaikum dostlar, biz time жүре берсін. Киса. Assalamualaikum dostlar, біздің кезекті көлік Альфард автокөлігі. Бізде Альфард автокөлігі. Бүгін біз оған біз бүгін E96 жасайым. Жапайсыларын атап боламыз. 10 руль. Оригинал. Бастадық. Ассалаумалейкум достар. Көлікті жалғастырып жатырмыз. Бірінші не істейміз? Оталдырып көреміз. Бізде кілті мынандай. И мынандай. Щиток бізде мынандай. Оталдырып көреміз. Так, щиток бізде ақ екен. Сосын көк болып көрінеді. Бізде ақ. Чиппен бұл. Чип маркет ету керек, маркет етті. Міне бұл кісінің Starline E96-сы. Бұл полный бізде. Ешқандай Лора да емес, Кристина да емес. Бұл жасайым JPS полный комплектация. Фарш. Мына жерде байқасаңыздар, E96 V2 Eco бар. Ол телефонсыз. Бірақ екі пультпен. E96 V2 JSM телефонмен, бірақ бір пультпен. E96 V2 JSM плюс JPS пен. Мыналардың ешқайсысында JPS жоқ төбесінде. Ең соңғысы бізде полный деп аталатын себебі бұда телефон, JPS и екі пультпен болады. Яғни E96 полный комплектациясы. Мына жерде жасыл меткеге мән береміз. Так, міне достар, яғни пульті, метка и өзінің пульті. Бұл саналмайды, бұл өзінің пульті. Мына екі пульт болады и бізде үшінші телефон болады. Машина жақындайды, ашылады, машинадан алыстайды, құлтанады, 5 ключевой. Пультпен де оталдырады, меткімен де оталдырады, и және телефонмен де істей береді. Бұның ең главный телефон арқылы істеу. Так, достар, данный автокөлікке біз қазір сим-карта тіркеп жатырмыз. Сим-карта не үшін тіркейміз? Бізге сигнализацияның блогын ішіне сим-карта тұрады. И годовой тариф. Сим-картамен өзімен келсе 6 теңге болады, негізі 7,5 теңге салынады, 1,5 теңге артығымен тұру керек. Артық ақша тұрмаса, бізде актив центр сим-картаны өшіріп береді. Сол себептен артық ақшамен тұрған дұрыс. 7,5 теңге бізде жылына бір рет төленеді. 12 айда бір рет төленеді. Ай сайын емес, 12 айда бір рет төленеді. 7,5 теңге ол бізде жақсы деп ойлаймын. Мына сим-картасы актив тұр, основной бізде жақсы сайттың актив. Кейбір жерлерде Билайн сайт, кейбір жерде Теле2 сайт, сол мәселесін қарастыру керек. И және де бұл көлікте, бұл ескі Альфард болғандықтан, бұл H20 емес, H10 ескі кузов болғандықтан, бұда бәрі аналогпен жалғанады. Міне, мына бәрі шешілді. Енді қазір бірінші чипті орнатып, оталдырып көреміз. Чипті жаздырып аламыз ішіне бірінші. Содан соң басқа нәрселерін жайлап қоса бастаймыз, достар. Аналогпен басталды. Бұда подключение каммен қосылмайды, бәрі аналогпен қосылады. Сол себептен центр замокқа аналогпен қосылады. Сол себептен бұл уақытты біраз алады бізде. Енді біз сим-картаны тіркегеннен кейін қосу, точки подключения дейді, қосу нелерін бастадық, достар. Альфард көлігі аяқталуда тамамда. Есікті жабамыз. Және қазір тексеретін боламыз. Есігін жаптық. Яғни бұда бізде 5 ключевой бәрі бар. Бірінші пультпен көрсетейін. Мына өзінің пульті. Өзінің пульті қалай істеп тұрды? Тура солай істеп тұрады бізде. Ешқандай кедергісіз. Мынау бізде бірді басамыз. Бізде құлтанады. Қасында тұрған кезде құлтаймыз. Бізде құлтайды. Басамыз. Ашады. И және де біз алыстап кеткенде өз құлтайтын істедік автомат түрде. Соңында көрсетем. Бірінші былай көрсетіп алайын. Құлтадық. Бірді бас ұстап тұрамыз. 2 секундқа бізде оталады. Отқаз бізде оталу керек. Машина оталды бізде. Тамаша. Пультқа да айтып отыр. Оталдық деп. 14 минут артқа саналып жатыр. Есікті ашамыз. Бізде көлік көшеді сразу. Қайтадан оталдырамыз. Автокөлікті қайтадан оталдырамыз. Бізде көрсетеді. Оталды деп.
14 минутта тұр. И өшіретін кезде қайтадан екінші ұстап тұрамыз до конца. Бізде екінші музыкада өзі өшетін болады. Бесключевойда істей береді. Машинадан алысқа қашықтасақ өзі қолтайды, өзі ашады. Сондай да бар. Бізде ашады, басамыз, бізде жабады. И және де бізде не бар? Бізде не бар? Багаж. Бастық. Ашты. Багаж бізде 1, 2. Багаж кетті. Қайтадан 1, 2. Есік ашатында 1, 2 дейміз. Бізде қайтадан қолтанады, достар. Қолтаймыз. Ашамыз. Бізде жол ашады. Яғни қазір тағы да бір функция бар. Соны қолтайым, қосам. Бізде ашылды. Қолтаймыз. Бізде жабылды. От алырамыз. Отлично істеп тұр. Телефонмен көрсетейін. Достар, E96 бұл бізде. Міне. Телефонмен көрсетіп тұр, от алып тұр, осындай деп қайт басып ұстап тұрамыздан. Бізде қазір өшіреді. Өшірді. Дауысын қосып қойын. Бізде өшірді. Қолтаймыз. Бізде қолтады. От алырамыз. Бізде от алды. Төбесіне градустары, аккумулятордың күшін бәрін көрсетіп тұр. И қай жерде тұрған көрсетіп тұр, көрдік қой. Үй жақты көрсетіп отыр. Шығамыз. Машина ашамыз. Қасына келеміз, 5 ключевой ғой, жақындайсың. Машина өшеді, есігін ашады. Отырып, от алдырып кете бересің. Қайтадан қолдап қоямыз. Бізде қолдайды. Телефонмен осылай бізде істейді. Так, достар, мынау, короче, бізде метка. Міне, меткасы 5 ключевой бәрі істеп тұр. Меткамен кетеміз. Бізде қолданады. Меткамен кетіп барадық. Өзі тиқ етіп жабылу керек. Міне. Кілттерім бәрі столда, жанында тұр. Осы жерден уже қолтады. Бізде қолдан. Нан бассақ, бізде машина от алады. Басамыз. Отқа от алады. Машина от алды. Идеально. Бір басамыз, бізде өшеді. Енді қасына жақындаймыз. Қасына жақындағанда бізде пиқ-пиқ деп ашады. Вот, ашты, пожалуйста. Пожалуйста. Алыстаймыз. Түсіп кете береміз, құлтамасақ та болады. 5 ключевой басып құлтасаң да болады, құлтамасаң да болады. Өзің білесің. Біз кетіп бара жатырмыз, міне. Сумкаңда тұр. Иди ременде тұр. Болды, құлтанды. От алырамыз. Телефонмен от алырамыз үйде. Пультпен от алырамыз, телефонмен от алырамыз. Разница жоқ. Машина от алды. Біз келе жатырып, әлі 3 минут бар өшуге. Машинаға келе береміз, бізде өзі ашады да өшеді. Келе жатыр. Қалай амандасып қалдым, көрші міне кілттері жатыр. Родной, пульті и телефон. Міне келдік. Вот, ашты, өшті. Отырасың, от алырасын, айдап кете бересің. Және де телефонмен де. Мысалы, метка машина ішінде тұр дейік. Пульт та осы жерде тұр дейік, міне екеуі де. Енді қазір телефонмен көреміз. Яғни телефонмен де құлтасақ қолданады. Мысалы, кілттің бәрі машина ішінде дейік. Кілттің бәрі машина ішінде дейік. Көмі біз алыстадық, құлтамады мені. Альфард. Альфард жайдым. Мені құлтадық. Астанадамыз. Астанада жүріп құлтаймыз. Интернетім ұстамайды. Мен
интернетім нашар. Интернет істемеген жерде телефонмен звондап істей береміз. Бұл менің телефоным интернет істемей тұр, мегабайт. А так дверь закрыта деп машина көріп тұр. Қайтадан шығып кіреміз. Бірдеңке істемей қалса, қайтадан шығып кіреміз. Менің антеннам, Wi-Fi аз болып тұр. Біздің үйде 185 адам отыр ғой Wi-Fi-да. Қазір мынандай қызыл болып қалса интернет істемей тұр деген сөз. Мына шығамыз. Мен қазір өзім неммен қосылайыншы. Өзім неде ана телефоннан бастық. Шықты менің интернетім. Құлтаймыз. О! Көрдіңіздер ме? Есік ашық дейді. Есік жаппаптық. Нарушением параметр дейді. Есік дұрыс жаппаптық. Міне. Есік ашылып құлтанды дейді. Басамыз. Ашты. Өзім интернетімен кіріп жатырмын. Үйдің интернетіне 25 адам отыр. Сол үшін істемейді. Есік жабылмаған көрдіңіздер ме? Міне. Енді жаптық. Нарушение с параметром деп бізге көрсетті. Есігі жабылды дейді. Дверь закрыта дейді енді. Енді Астанада, Америкада жүріп, құлтап оталдыра береміз, и машинаны тексеріп отыра береміз. Міне, құлтадық. Қазір менің интернетім жақсы істеп жатыр, міне. Басамыз. Все. Оталдырады қазір. Оталды. Мынақа көрсетеді. Оталдырып деп. Двигатель запущен дейді. Қасына барамыз. Бағана меткімен жақындасақ, осы кезде өзі ашылады. Немесе біз өзіміз баса саламыз, ашу. Бұл бізде өзі аша салады. Есік ашуыз. И машина өшті. Енді багажник басып ұстап тұрамыз. Багажға зат салатын болсақ, бізде ашып заттар салғызады. Және де зат салып болғаннан кейін қайтадан басамыз. Ашылды дейді, көрдіңіз бе, есік дейді. Қазір қайтадан есік жабылды деп көрсетеді. Потому что бұларда багаж, есік бәрі кнопкасы бір. Бұларда коншина жоқ. Бұларда аналог. Аналог болғаннан кейін бұларда есік деп көрсетеді. Бірақ ескі көлік болғандықтан сондай болады. Ескі көлік болса да біз солай қостық, достар. Все, телефон қалды. Меткімен алыстаймыз. Бізде өзі автомат түрде құлтайды. Ол құлтап қойды. Пожалуйста. Қасына қайтып келеміз. Или оталдырайық. Бір басамыз. Бастық. Бізде запускать етеді. Запускать етті. Қасына келеміз. Бізде машина алып, есікті ашады, өшеді. Және де отырып, өзіміз оталдырып кете береміз. Машина не себептен өшеді? Мынандай ремендер, немесе бағанағыдай машина өшетін себептері қате ұстамасын деп. Оталып тұрған көлікті жалғастырып кетсек, көптеген көліктерде қате ұстайды. Енді ескі көліктерге бәрі ғой, енді сонда да солай жалғадық. Және де пульт та сондай бізде. Пультті бір басамыз, құлтайды. Басып ұстап тұрамыз, бұл да оталдырады. Екінші музыка жібереміз, оталады. Өшіретін кезде екіні басып ұстап тұрамыз. Бірінші музыка, екінші музыкада өшеді. Багажник ода екіні бір, екі деп басып жібереміз. Болды, багаж ашып жатыр. Бір, екі деп басамыз, болды. Міне. Бір, екі багажды ашу үшін обязательно есікті ашып барып істейміз. Есікті ашпасаң, альфардтарда багажды ашпайды. Есік деген центр замокты ашу керексің. Бір басып, центр замокты ашпасаң, багажды ашпайды, потому что замок құлтанып тұрады. Қайтадан бір, екі, и бізде өзі автомат түрде қайтадан құлтап қояды. Немесе күдіктеніп тұрсаңыз, өзіңіз бір басасыз, сізде құлтанады. Оталырамыз. Ерте шығып қойдық. Енді біреулер сұрайды, мына қазір 15 минутта тұрады. Осыны қалай қоссақ көбейтсек болады дейді. Мысалы, сен 1 минут қалды дейді саған, сен шайын деп жатсың, машина өшейін деп жатыр, қайтадан басып ұстап тұрасыздар бірді. Оталдыратын қайтадан басып ұстап тұрасыздар. Сіздерде қазір 30 болады. Міне, 29 болды. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп көбейе береді. Кейін қайтадан жаңадан оталдырғанда сізде қайтадан 15-ке тұрып қалады. Уайымдамаңыздар. Просто сіз шығып үлгермей жатсаңыз, басып ұстап тұрасыз. Көбейте бересіз, қоса бересіз уақытын. Болды, 44 уақыт тұрады. Жарты сағат оталып тұрады.
қайтадан өшіріп оталдырсақ бізде қайтадан өзінің бұрынғы несіне келеді, положениесіне. 15 минут. Все, есікті ашамыз. Продолжим. Есікті ашамыз. Бізде өшеді и кете береміз. Все, қараңыздар, пультпен меткіге істеп жатқан кезде бізде телефон дыңғылдап айтып жатыр. Машина өшті, оталды, біреу түртті, битті деп телефонға да айтып тұрады.